кандай күшті болып тұр. Я, бүгін не істейміз? Достарым, бүгін қандай күн екенін білесіңдер ме? Бүгін тіл мерекесі ғой. Бүгін біздің қазақ тілі мерекесі ғой. Алматыда барлық адамдар қазақша сөйлейме екен. Байқап көрейік онда. Кеттік онда. Автобус келді, кеттік, бәріміз. Кеттік. Ой. Қалай дейсіңдер, біздің қазақ тілі қалада қаншалықты жиі қолданылады? Ойланып тұрмын. Қалада көбінесе орыс тілінде сөйлейді ғой. Қазақша сөйлейтін адамдар аз сияқты. Әсіресе мектепте көп оқушы орысша сөйлейді. Бірақ мен қазақша сөйлегім келеді. Менің үйімде де қазақша сөйлейді, бірақ мектепте бәрі басқа тілде сөйлегенде мен де кейде ұяламын. Қазақ тілінің жойылып бара жатқанын түсіну қиын емес. Егер бәріміз қазақша сөйлесек, тілдің күші артады. Брат, с какой остановки мне нужно спуститься, чтобы посетить развлекательный комплекс «Апорт»? Вы спускаетесь со следующей остановки. Ой, не болды? Вау! Сендер кімсіңдер, жас достарым? Сіз тіл патшасысыз ба? Мен қазақ тілінің патшасымын, тілді қорғаушы, оның сақталуына жауаптымын. Қандай керемет! Сіз бізге көмектесе аласыз ба? Қалада қазақ тілін өте аз адам қолданады. Қалада тілдің құны түсіп барады. Бірақ сендер мені тыңдап күшті бола аласыңдар. Қазақ тілінің құндылығы мен күші бар, бірақ ол тек сендер сияқты жастардың көмегімен қайта оралады. Қараңдар шайналаға. Добрый день. Чем могу вам помочь? Мы хотели бы открыть сберегательный счет. Конечно. Он стоит 250 тенге. Хорошо, дайте, пожалуйста, 1 батон. Сегодня на работе было очень интересно. Мы готовим новый проект. Правда? А дети тоже хотят услышать? Папа, расскажи подробнее. В нашем банке вы можете открыть депозит или получить консультацию по кредиту. Мы хотели бы узнать подробно. Банк қызметкерлері, дүкен сатушылары, тіпті отбасылар да барлығы орыс тілінде сөйлесіп жатыр. Біз қазақ тілін қайда жоғалтып алдық? Осы қалай болғаны? Сендерге бір нәрсе айтайын. Егер қазақ тілін құрметтесеңдер, ол сендерге де көмек береді. Егер сендер оны ұмытсаңдар, ол да ұмытылады. Ендеше біз не істейміз? Біз қазақ тілінің күші мен құндылығын көрсету үшін түрлі тапсырмалар орындауымыз керек. Ал бірінші тапсырма оны күнде қолдану. Енді қазақша сөйлеймін және қазақ тілін барынша күш салып оқитын боламын. Достар, біз солай жасауымыз керек. Жарайсыңдар балалар. Ой. Балалар, барынша қазақ тілін насихаттап, өз үлестерін қосуда. Азамат қазақ тілін ынтамен оқып жүр. Сәуле болса, барша адамдармен қазақша сөйлесіп, араласып қана қоймай, оларды үйретіп те жүр. Жанар дәстүрлі ән айтып, мәдениетімізді дәріптеуде. Ержан ұлттық болмысымызды бірге сақтауға атсалысып келеді. Білім жастан, асыл тастан демекші, жастардың осы еңбегінің арқасында адамдар қазақ тілінде жақсы сөйлей бастады. Біз қазақ тілін барынша үйреніп, еркін сөйлесек, бір-бірімізді тереңірек түсініп, ұлттық рухымызды асқақтата түсеміз. Қош келдіңіздер. Біздің банкте сіздерге ыңғайлы жаңа қызмет түрлері бар. Барлығы қазақ тілінде қолжетімді. Қазақ тілінде қызмет алған өте ыңғайлы екен. Қазақша сөйлесесіз бе? Мен де қазақша сөйлеп үйреніп жүрмін. Өте түсінікті әрі ыңғайлы болды. Қазақ тілінде қызмет көрсеткендеріміз үшін рахмет. Алла қаласа, қазақ тілін үйреніп жүрмін. Қазақша білу өте қажет. Папа. Құрметті жалпы білім беретін мектеп ұжымы. Сіздерді бүгінгі тіл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Башаңызға шығармашылық табыс,
тілге деген сүйіспеншілік пен құрмет, әрі еліміздің өркендеуі жолындағы еңбектеріңізге толағай жетістіктер тілеймін. Не жетер көктем гүліне, не жетер күздің күніне, төрт мезгілі болған достардай жанашыр екен бір-біріне. Не жетер бір-біріне. Ау балаларым, біздің YouTube арнамызға тіркеліп, қазақ тілін бірге қолдайық. Қызықты видеоларды көріп, жаңа дүниелерді бірге үйренейік. Қолдап, пікір қалдырып, достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.